Құрметті оқырмандар, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арнап, облыстық номер 2 Әмбебап ғылыми кітапханасының абонемент бөлімінің ұйымдастыруымен Назипа Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжінің студенттер үйінде «Рухы биік халықтың тарихы мәңгілік» атты тарихи кеш өткізілді. Оқырман, қауым, студент, жастар, сіздерді тәуелсіздігіміздің 30 жыл мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Осы күнге арналған «Рухы биік халықтың тарихы мәңгілік» атты тарихи кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Азат өлкем, күндей күлген шығыстан, асыл елім, жан жүректі ұғысқан, ата-бабам аңсап өткен бақытым, айналайын Қазақстан Гүлістан. Қинамайды алақты қазаққаны, қиын емес дарға асып атқаны. Маған ауыр солардың да бәрінен өз ауылым иттер қапқаны. Күнадан да таза басым бар, 21-де жасым бар. Қасқалдақтайғаным бар, бос торғайдай жаным бар. Алам десен алыңдар, қазақ деген атым бар, қайрат деген атым бар. Еркек тоқты құрбанды, атам десен атыңдар. Өзің барда өзегімде жоқ шермін. Кеше сенің келбетіңді арман қып, бодауына бұғауландық бас келдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уай еркіндік, қош келдің. Басты құндылығымыз тәуелсіздік ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ армандар мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз үшін тәуелсіздік күші ең қадірлі күш. Сұлтан Махмұт Торайғыров айтқандай, мен қазақ, қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Ертүрік ұрпағының даңқы кеткен, бір кезде Еуропаны тіртіреткен. Кешегі хан Шыңғыстан ұрпағына талай цар, талай князь тәжім еткен. Тәуелсіздік ата-бабамыз елін жерін қасық қаны қалғанша қорғап, күресуінің арқасында келді. Қазақтың дәстүрі мықты, халқымыз сонымен өсті. Күшті рухы қалыптасты, сөйтіп 3 ғасыр азаттық үшін күресті. Көзді ашып жұмғанша Қазақстан Республикасының егемендігі туралы декларация қабылданғанына 30 жыл. Тәуелсіздігін алғанына 30 жыл өте шығыпты. Іс-шарада студенттерге арнап сұрақ-жауап әдісі арқылы жылдар сөйлейді атты викторина ойнатылды. Викторина арқылы студенттердің өз елінің тарихын жақсы білетіні аңғарылды. Тәуелсіздік менің байтақ отаным, тәуелсіздік сәбилердің шаттығы, тәуелсіздік ақ батасы атаның, тәуелсіздік жыраным. Іс-шараның соңында көрмедегі кітаптарға шолу жасалды. Іс-шараға қатысушылар естелікке фотосуретке түсіп, бір-біріне алғыстарын білдірді. Мерекелік іс-шараға белсене атсалысқан студенттерге және тәрбиеші Бірмаканова Жанар Хамитқызына алғысымызды білдіреміз. Тірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болғай деген тілекпен бүгінгі бейне ролигімізді аяқтаймыз. Назарларыңыз үшін көп рахмет.